Хай-тек теплицада жүрміз қазір қызықты ақпараттарды ерекең айтатын болады. Бұл бізде заманауи теплицалардың бірі Шымкент Түркістан облысындағы Эко-Инвест деген 12 гектардан болатын үлкен теплица. Қияр егіледі және 5 гектарға қызанақ. Қызанақтың ең мықты сорттар егіледі, қымбат сорттар бұл жерде. Және де егілген өнімді желтоқсан айына дейін бұл жерде теруге мүмкіндік бар. Қанша айсың да? 6 ай ма? 6 ай. 6 ай. 6 ай уақытта. 3 айда піссе? 3 ай бізде жаңағы пісу процесіне дейінгі уақыт және теру уақыты ол ар жағында 3 ай созылады. 3 ай уақытта созылады. Мына жерде сосын ерекшелігі не болады? Мына жерде топырақ болмайды. Бұл жерде топырақ жоқ, бұл субстратқа егіледі. Субстратқа арнайы осындай квадраттағы дайындалған көшеттер отырғызылады. Содан арғы қоректенуі барлығы осы автомат па? Автоматты түрде жер арқылы беріп отырып тамшылатып суару арқылы. Көп қаржы керек болған, салғы? Бұл жерде жермен салыстырғанда қаржы үлкен кетеді және көп сұрайтын несі ғой, қайсысы тиімді бізге деген сияқты. Жермен салыстырғанда жер қателікті кешіреді деп айтамыз. Бұл жерде үлкен қателіктер болатын болса, бұл жерде уже қателіктер кешірілмейді. Өйткені бұл минвата, жердегідей жаңағы тез ыдырап кету немесе басқа процестер жоқ. Дәрін дұрыс бермей қойсаң да. Препараттың нормасы дұрыс болмаса, немесе удобренияны көп мөлшерде беріп қойсаңыз, жаңағы өзіміздің постоянно айтатын EC мен pH-тың жоғарылап кетуі немесе түсіп кетуі бұл жерде өсімдік бірден айтады, өз жапырағымен көрсетеді результаттарын. Бұны бірақ бір ерекшелігіне бүкіл жерді сала беруге болады да, бұны кез келген жерде егуге болады. Құмның үстінде салсам болады деген де ғой, топырақ жоқ өйткені. Бұл жерде жаңағы топырақтың тұздануы деген нәрсе жоқ. Біз топырақта мысалға тұзы көтеріліп кетті, антисөл қолдану керек дейміз, ондай нәрсе жоқ. Және басты несі ол зиянкеспен күрес. Жаңағы почвенный вредительдер деп айтамыз, жаңағы сым, құрт немесе жаңағы басқа да сол сияқты зиянкестер. Олармен күрес бұл жерде кішкене жеңілдеу болады. Сосын тозаңдандырыш себеп керек. Бұл жерде міндетті түрде жаңағы аралар қолданылады, шмелдер. Және бұл жердегі өсіп өндіріліп жатқан қызанақ болсын, қияр болсын, стандартқа сай етіп шетелге шығаруға мүмкіндіктер көбірек болады. Өйткені өзіңіздеріңізде көріп тұрсыздар, стандарт сапасын қараңыздар, калибровкасын қараңыздар. Бірдей, Бұл жер уже 2-3 рет терілген. Бұл жақсы, рахмет ереке. Мына жерде байқасаңыздар, тозаңдауға арналған арнайы шмел біреуінен кірсе, екіншісінен шығып жатады. Бұл жерде өзінің арнайы екіншісі. 1 гектарға өзі негізі қолдану кезінде 25 сотыққа 1 штук деп айтылады негізі. Сонда 1 гектарға 4 кетеді.